Курс тақырыбы тарих және құқық негіздері оқытудағы жаңа технологиялар. Бірінші сабағының тақырыбы орта білім берудің білім беру бағдарламаларын және педагогтердің қызметін құқықтық реттеу аспектілері мен нормативтік негіздері және бірыңғай тәрбие бағдарламасын іске асыру аясында педагогтердің кәсіби дағдыларын дамытудың психологиялық педагогикалық аспектілері. Менің алғашқы сабағымда екі негізгі тақырыпты түсіндірдім. Білім беру бағдарламаларын құқықтық реттеу және екінші педагогтердің кәсіби дағдыларын дамыту. Әр тақырыпқа қатысты материалды мұғалімдерге түсінікті және нақты жеткізуге тырыстым. Сонымен қатар бұл сабақта жаңа технологиялар мен инновациялық әдістерді қолдануға ерекше назар аудардым. Мұғалімдерге сабақ барысында топтық, жұптық және жеке жұмыс түрлерін ұсынып, әртүрлі оқу әдістерін қолданып көрдім. Топтық жұмыс кезінде мұғалімдер бір-бірімен пікір алмасып, өздерінің көзқарастарын ортаға салды. Жұптық жұмыс арқылы олар өздеріне таныс емес ақпаратты бір-бірінен үйреніп, өзара тиімді тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Ал жеке жұмыс кезінде әр мұғалім өз бетінше жұмыс жасап, алған білімдерін нақты тапсырмаларға қолданды. Сабақ соңында барлық 30 мұғалім диагностикалық тест тапсырды. Мұғалімдер өз нәтижелерін талқылап, қандай сұрақтар бойынша қиындықтар туындағанын анықтап, соған сәйкес қорытынды шығарды. Кері байланыс бір сөйлем әдісін қолдандым. Бұл әдіс мұғалімдерге сабақта алған әсерлерін қысқаша және нақты түрде білдіруге мүмкіндік берді. Жалпы алғашқы сабағым нәтижелі өтті. Мұғалімдер өз білімдерін тереңдетіп, жаңа ақпаратты іс жүзінде қолдануға мүмкіндік алды.